Қайырлы күн, біздер бүгін өлең шумақтарын, тақпақтарды тез жаттау жолдарын көрсетеміз. Балаларға арналған лайфхак десек болады. Оқушыларға егер балаларыңызға тақпақ жаттату керек болса, оны тез жаттау керек болса, осы тістерді қолдансаңыздар болады. Алдымен тақпақты өлеңді асықпай оқып шығамыз бірнеше рет. Содан кейін оның мағынасын түсініп, көз алдымызға елестетіп аламыз. Ал оқиға. Ана тіліне тағзым. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласа қалайбыз. Өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қарамыз. Енді біз бұны оқыдық, асықпай, бірақ бірнеше рет оқу керек болады. Енді тездетіп бірнеше рет оқып шық. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамызды сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласа қалайбыз, өзімізді сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қарамыз. Осылай бірнеше рет оқымыз. Мағынасы түсінікті ма? Енді бірнеше рет оққаннан кейін мен бір жолын оқимын, сен екінші жолын, Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз? Өзімізді солай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе? Анасынан безген ұл деп қарамыз. Енді бірінші жолын сен оқисың, екінші жолын мен. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз? Өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қараңыз. Енді өлеңнің жолдарын, әр жолдың жарты-жартысынан оқимыз. Дауысын шығарып, Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз? өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қарамыз. Енді бір шумақтан оқыдық, жарты-жартыдан оқыдық, енді кері қарай оқимыз. Өзің оқы кері қарай. Анасынан безген ұл деп қарамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, өзімізді солай болмақ бағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз? Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін біздің туған анамыз. Осылай оқып алдық. Енді келесі тағы бір әдісі, ол мен өлеңнің ішінен сөздерді айтам, сен солар табасың. Бағып қағамыз. Бағып қағамыз. Аялай. Ана тілін кім аялай білмесе, қалай біз? Ана тілін бағаласақ қалай біз? Безген ұл. Анасынан безген ұл деп қарамыз. Өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Жақсы. Енді екі рет қайтадан асықпай дауысын шығарып оқып шық. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз? Өзімізді сондай болмақ бағамыз. Анасынан кім аялай білмесе, ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қарамыз. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз? Өзімізді сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қарамыз. Келесі әдіс, ол енді мен кітапты аламын. Мен бірінші жолын, сен екінші жолын. Кеттік. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін бағаласақ қалай біз? Өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қарамыз. Не, уже жаттап қалдың, көрдің бе? Енді сен бірінші жолын айтасың. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін кім аялай? Бағаласақ. Ана тілін бағаласақ қалай біз? Өзіміздің сондай болмақ бағамыз.
Ана тілін Кім? аялай білмесе. Анасынан безген ұл деп қараңыз. Да, уже екі жолын да білесің, да? Енді былай тексерейік. Мен бірінші жұмақтың жартысын, жолдың жартысын, сен жартысын. Ана тілі Біздің туған. ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап, Бағып қаламыз. ана тілін Бағаласа қалай біз өзіміздің солай болмақ бағамыз. ана тілін Кім аялай білмесе. Анасынан безген Ұл деп қараңыз. Енді өзің айтып көрші. Ана тілі 7 минуттың ішінде уже сен жаттап алайын деп тұрсың ғой. Ана тілі біздің туған анамыз. Анамыздай сыйлап бағып қағамыз. Ана тілін кім бағалай? Бағаласақ. Ана тілін біз қалай? Ана тілін бағаласақ. Ана тілін бағаласақ қалаймыз. Өзіміздің сондай болмақ бағамыз. Ана тілін кім? Ана тілін кім аялай білмесе, анасынан безген ұл деп қараңыз. Өте жақсы жарайсың. Және де бұдан да тез жаттау керек болатын болса, қандай әдісті қолданамыз? Өлеңді оқы. Диктофонға жазып алып, не істесек те тыңдап жүреміз. Қосып қойсақ, ол тез жатталады, Содан кейін өлеңді жаттаған кезде тағы да бір кеңес. Бірнеше рет оқып жаңағыдай әдістер жасағаннан кейін не істейміз? Кішкене оны жауып, оны ойламай қоямыз. Миымыз өзі алған ақпаратын қорытып миымызда тұрады. Мысалы, кешке осылай жаттап жатсақ, таңертең оянсақ, өлеңнің барлығы миымызда жазылып тұрғандай болады, Сөйтіп жаттаймыз, біз сөйтіп өлеңдердің барлығын тез жаттаймыз, Осы кеңестерді сақтап қойыңыздар. Және біздің YouTube каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз.